Баршаңызға сәлем. Ревю бағдарламасын бастаймыз. Өзі жоқтың көзі жоқ. Батырхан Шүкеновтың тағдырынан пайда табуға ұмтылған кімдер? Режиссер Ақан Сатаев ұстаздыққа бет бұрды. Люк Бессон Риананы жобасына шақырып басын қатерге тікті. Қала көліктеріне бұйырған бостандық автотұрақшыларды жұмыссыз қалдырды. Тәрелке шағылып, сүрілім басталды. НТК тосын сыйлар әзірлеп жатыр. Темір тұлпарыңыздың тегін тұрағына құн сұрап, заңсыз тыйын санап жүргендер бірінші қаражадан жұмыссыз қалмақ. Алматы әкімшілігінің бұл шешімі қаладағы көлік қою орындарына қатысты ахуалдың ушығуына байланысты жарияланған. Ал заңды автотұрақшылар жаппай қысқартуға түсіп, басшыларын сотқа беріп әлек. Ревю шаһардағы көлік тұрағына қатысты драманың куәгері болып қайтты. Қаладағы көлік жүргізушілеріне бұл кейіпкерлер етене таныс. Жол жиегіне тоқтай қалсаңыз, жасыл кеудеше киген жандар қалтаңыздан 100 теңгені қағып алады. Қоғам үшін қатардағы маман есіне баланған заңсыз автотұрақшылар енді жұмыс іздеуге мәжбүр. Себебі 1 қарашадан бастап Алматыдағы заңсыз автотұрақтар тіршілігін тоқтатады. Ряд вопросов поднимался по... Қала автотұрақтарынан пайда тауып отырған компаниялардың заң алдындағы жауапсыздығы артқан болатын. Осы орайда Алматы қаласының аймағында ақылы бірыңғай автотұрақтарға арналған жаңа жоба құру ісі қолға алынды. Сондықтан қала әкімшілігі жеке компаниялармен келісімшарттарын толық үзді. Қалалық әкімшіліктің бұл шешімі сауда орталықтары, әуежай, вокзал және жеке меншіктегі жерлерге қатысты емес. Қабылданатын жаңа жүйе салықтан жалтарып келген салақ компанияларға тұсау болмақ. Мұндай табыс көзіне иелік еткен жергілікті серіктестіктің бірі 40 шақты жанды нәпақасынан қағып отыр. Біз енді жұмыс іздеуге мәжбүрміз. Біреудің отбасы, біреудің жақыны бар дегендей. Жұмыстан шығасыңдар деген шешімді бізге еш ескертусіз аяқ асты айтты. Бізде автотұрақшыға тиесілі киім жабдығының барлығы болды. Жұмысқа әркез ықыласпен қарайтынбыз. Басшылық сендердің жұмыстан кетулеріңе айыпты қала әкімдігі деп отыр. Кінә кімнен сонда? Жүктелген келісімшарт міндеттерін орындауға қауқарсыздық танытқан компания иесі автотұрақшыларын әкімшілікке осылай айдап салған. Арандату арқылы ұтқысы келген бұл басекеміз жұмысшыларының еңбек ақысын толық бермей, зейнетақы қорына аударылатын ақшаларын да жымқырған. Люди жаловались, что... Тұрғындардан компания қызметінің заңдылығын тексеру туралы көптеген шағымдар түсті. Бұл компания тендер бойынша 3200 орынды 190 автотұрақты игеру ісін ұтып алған еді. Алайда мерзімді 160 күннің ішінде тек 77 тұрақты ашып, 26 нүктеде толыққанды жұмыс істеген. Көлік иелеріне фискалды чек бермеген, әрі табысының 20%-ын төлеуден қашқан. Азаматтар енді жол бойындағы жеке меншік емес көлік орындарына 2016 жылдың мамыр айына дейін ақы төлемейді. Бұл жеңілдік автотұрақ жүйесі іске қосылғанша өз күшінде. Егер жүргізуші қауым көлік орны үшін тыйым талап етушіге жолықса, 109 бірыңғай анықтама номеріне қоңырау шалып, өз шағымын қалдыра алады. Серік Нойынбайұлы, Дәурен Мерғалиев, Ерлан Абдуалиев, Ревю жаңалықтары. Алатаудың маржаны Алматыны жақын уақытта техникалық революция күтіп тұр. Бүгін қаланың инфраструктурасына қан жүгіртетін жаңа жобалар таныстырылды. Авторлардың сөзінше, мегаполис тұрғындары ендігі уақытта іздеген жазбай тауып алады екен. Бұл қызықты бастама туралы тілшіміз баяндасын. Алматы әкімдігі таныстырған жобалардың ішіндегі ең тартымдысы стационарлық бағандар. Ол арқылы туристер мен қала жұрты көшелерді жаңылмай тауып, ауа райын біліп, жол кептелісінің халін анықтай алады. Өз бағдарын реттеуге мүмкіндік беретін инновациялық бағандар адастырмас темір қазық іспетті. Біз әзірге жобаның толыққанды іске қосылар күнін айта алмаймыз. Әзірге тест нұсқасы Фурманов пен Әл-Фараби көшесінің қиылысында тұр. Қоғам мұны жақсы қабылдап жатыр. Жастар үшін пайдалы әрі танымды бастаманың бірі студенттерге арналған ортақ телевидение желісі. Жоғарғы оқу орындарының тәлімгерлері өздеріне дәмдәрі пайдалы ақпаратты ортақ кеңістікте жариялай алады. Дәріс алатын мамандығына қарамай әркім телевизия саласына етене еніп, журналист, редактор, режиссер ретінде бағын сынап көруге қол жеткізбек. Чтобы канал не был провальным. Арналардың қызметі дұрыс болу үшін арнайы жалақыға жұмыс жасайтын тәжірибелі студенттер болады. Оларды 1-ші мен 3-ші курс студенттер арасында байқау негізінде іріктейміз. Жеңімпаздар міндеті өзгелерді осы салаға баулу. Тағы бір өзгеше технология ISM құрылғысы. Ол жол полициясының айнымас көмекшісі болуға әзір. Бағдарлама шаһар көшесіндегі автолар легін бақылап, тәртіп бұзушыны анықтап, жол қозғалысын қадағалау арқылы жүргізушіге кептеліс жөнінде нақты ақпарат береді. Алматыдағы кептеліс ол күрделі мәселе. Оны шешу бізге негізгі міндет болды. Мәселені ең болмаса 30%-ға жеңілдетуге қол жеткізу басты мақсатымыз. Барша инновациялық бастама әкімнің жеке сүзгісінен өтіп қолдауын тапқан. Өркениет көшінде кенже қалмаудың қамына кіріскен ел азаматтар үшін бұл жобалар құны ат басындай алтынға пара-пар. Серік Нойынбайұлы, Артем Абленко, Рыспай Ақыш, Ревю жаңалықтары. Режиссер Ақан Сатаев жылдар бойы жинаған тәжірибесін ортаға салып, жастарға шеберлік сабағын өткізді. Киноиндустрияны бағындырам деп құлшынғандар арасында
біздің тілшілерде болып қайтты. Көрген білгені мен түйгенін жас ұрпақпен бөлісу үшін режиссер Ақан Сатай бұл басқосуда ешбір сауалды жауапсыз қалдырмады. Осы уақытқа дейін Жау жүрек мың бала, Рекетир кино картинасының 2 бөлімін, одан қалса Ликвидатор сынды бірнеше фильмдерді таспалаған ол ең алғаш кино әлеміне келген қадамынан бастады. Кез келген саланың мықты маманы болу үшін қызығушылық пен ниет керек. Мен кино әлеміне келмес бұрын алғашқыда жарнамаларға роликтер, клиптер түсірдім. Одан кейін бұл мамандықтың менікі екенін ұқтым. Сондай-ақ ол сұхбат барысында отандық кинематографияның кемшін тұстарына да көз жүгіртті. Бізде бюджеті көлемді фильмдер жоқтың қасы. Мәселен, $100-150 мың долларға таспалап және дәл сондай табыс табамын деп жоспарласаң, ойдағыдай болмайды. Сондай-ақ Сатаевпен бірге бұл кеште Асқар Бейсенбин де бой көрсетті. Свадьба на троих кино картинасы арқылы көпшілікке танылған ол бастапқыда КВН сахнасында өнер көрсеткен. Режиссердің кино туындыларының комедиялық жанрда таспалануы сондықтан шығар. КВН әлеміне келген жандардың өзінше әзілдері болады. Ондай қалжыңдардың аса қатты мағынасы болмаса да күлесің. Өйткені ол әзіл сол сәтте саған көтеріңкі көңіл сыйлайды. Киноның қыр-сырын меңгерген қос талант жоспарларымен де бөлісті. Қазіргі таңда екі режиссер де кезекті туындыларын таспалауға кіріскен екен. Серік Қазаязбаев, Ерлан Абдуалиев, ревью жаңалықтары. Сэр Карл Джекинстің шығармалары. Оркестр тізгінінде Марат Бейсенғалиев, бұлбұлды солист Нұржамал Үсенбаева. 3 бөлек тұлғаны Алматы сахнасы табыстырған еді. Оңтүстік шаһар тұрғындары ағылшын композиторының атақты Реквием туындысының тұсаукесеріне куәгер болды. Классикалық кештен алған әсермен ревью тілшісі бөліссін. Шығыс пен батыстың байланысы, өлім мен өмірдің, жайшылықта алшақ жатар тылсым күштердің тоғысуы. Құмарыңды тарқатар бұл шығарма Карл Джекинсонның қолынан 2005 жылы шыққан Реквием жанның тербелісі. Бұл туындыны алматылық әуен сүйгіш қауымға скрипкашы әрі дирижер Марат Бейсенғалиев таныстырды. Ал сопраналық партиясын орындау құрметіне ие болған Нұржамал Үсенбаева. Негізі мен мұндай музыканы бірінші рет орындап отырмын. Өзім үшін жаңалық ашқандай болдым. Бұл жерде басқаша дыбыс керек, яғни менің кәдімгі операда орындап жүрген әндерімнен басқаша мақам, басқаша бағыт. Халық әртісі Нұржамал ханым Марат мырзаның Реквиемнің студиялық нұсқасын жазуға тікелей қатысқанын қуана хабарлады. Классикалық музыканың шыңдағы салмақты шығарманы орындаудағы әріптесінің шеберлігіне өз алдына тәнті болған. Оның маған жан дүниеңді тербете сезімталдық пен дирижерлық етуі қатты ұнайды. Сонымен қатар ол өте талапшыл. Ол шынайылық арқылы талап қоя біледі. Қанша жыл әріптес болса да, екі талант иесі осы концерт барысында алғаш рет бас қосып жұмыс атқарған. Өнерімен мыңдаған тыңдарманның қошеметіне, ілтипатына бой үйреткен Марат мырза бүгін сахнаға шығарда балаша қобалжыпты. Бұл мен үшін Карлдың ең үздік туындысы. Мен мұнысын оның өзге шығармаларынан жоғары қояр едім. Меніңше Реквием ол жапондық және христиандық бағыттың үйлесімділігінің керемет формуласы. Ағылшындық сэр Джекинсонның жанға түрлі ой салар Реквиемін тыңдаған қауымның ләззат алғаны көрініп тұр. Атақты дирижер алдағы уақытта қазақстандық өнер сүйер жұрттың жанына жайлы әрі тың музыканың шуағын төге түскісі келеді. Мен тағы бір классикалық концерт берсем деймін. Ол жерге скрипканың үнін қосу керек шығар. Сонымен қатар үздік америкалық композитор Лерой Андерсонды орындағым келеді. Оның туындылары жеңіл, өте әуенді және бұл біздің тыңдарманға ұнары сөзсіз. Асқақта нәзік, шытырманда шынайы әуен келуші қонақтың алғысынан кенде қалмады. Кешке ұйытқы болған өнер иелері үшін бұл толыққанды опера қоюдан кем түспеген. 62 тамыры иеген жұрт болса, алақан қызуын сахнаға аямай төкті. Серік Ноянбайлы, Сабина Торғаева, Руслан Хасанов, ревью жаңалықтары. Бұл ревью біз ары қарай жалғастырамыз. Қазақтың біртуар азаматы Батырхан Шүкенов дүниеден озғалы. Қабырғасы қайысқан жұрттың есін жиғаны енді ғана. Арыстай тұлғаның Америкада тұратын экс-жұбайы Екатерина мен ұлы Мақсұт Андрей Малаховтың «Пусть говорят» бағдарламасына қонаққа барған болатын. Шоқтай бықсыған дау осыдан кейін лаулай жөнелді. Жұлдызды
көкте ерте сөнген талант иесінің артында қалған жалғыз тұяғы Мақсат Шүкенов Америкада білім алады. Батырхан азаматтық некедегі әйелінен туған ұлын жан дүниесімен сүйген дейді білетіндер. Малаховтың кешіне мұхит асып келген әншінің екі жұбайы бағдарламадан кейін Батырдың өнерін пір тұтар көптің сынына қалды. Мне просто нужна поддержка. Маған тек көмек керек, достарымның моральдық қолдауы. Егер бұл мәселелерді қазақтың бай мырзалары естейтін болса, көмек қолын созатын шығар деген менде ой болған. Меценаттар Мақсұтқа қол ұшын берсе болды, мен өзімді асырай аламын. Казахской элиты. Батырханның тұлға болып өсуіне тікелей атсалысқан Бибігүл Төлегенова Екатеринаның сөзіне ашулы. Ел анасының айтуынша әншінің әйелі ұлы арқылы оның тек қаражатын жаратып келген. Батырхан дүниеден озып, қоржын аузы болғанда Екатерина ханым осы қадамдарға шарасыз барып отыр дейді. Оған ақша керек. Дүниенің барлығы сол әйелдің қолында. Ол просто біліп алған, Батырды бәрі сыйлайды, бәрі жақсы көреді. Сөйтіп жыласам, қазақтар маған ақша жібереді. Соншама Америкада бір жалғыз баланы асырай алмаса, ол не істеп отыр? Бұрын әншіден үздіксіз қаржы алып тұрған Екатерина Малахов алаңында біраз тақырыптың бетін ашты. Ресейлік танымал журналист өз бағдарламасын Шүкеновтың тағдырына байлап, рейтинг жасақсы келді деп ренжушілер де бар. Она мне сегодня звонила. Ол барлығын көрді, маған таңертең жылап хабарласып, бағдарламаны қалай бұрмалаған деп өкініш айтты. Мүмкін ол аздап артық сөйлеген де шығар, өйткені Батырдың қазасынан кейін баламен жалғыз қалған Екатерина қатты күйзелісте болатын. Да, про Батыр. Баласы мен анасы ақшта Екатеринаның құрбысының үйін паналауда. Шүкенов қорының директоры Олжас мырза келешекте әншінің мұрасынан қомақты табыс түсіп жатса, оны ұлына арнамақ. Әрі лайықты пәтер алып беру жоспарларында бар. Жақында Батырдың альбомы шығып, желтоқсанда естелік концерті өтпек. То ничего не просит. Ешкім ештеме сұрамайды, оларда барлығы жақсы. Қазіргі таңда тұрып жатқан баспанасының да жағдайы жаман емес. Мақсұттың оқуының да барлық сұрағы шешімін тауып, қаржының бір бөлігін Константин Меладзе төледі. Ер туған жеріне, асыл Батырдың сынығы Мақсұт Шүкенов туған жеріне табан тіресе қуанамыз. Арымнан жаным садаға деп, бар жақынына көмегін аямаған әншіге мыңдар алғыс айтады. Серік Ноянбайлы, Ерлан Абдуалиев, Ревю жаңалықтары. Кино әлеміне жасаған Риананың алғашқы қадамы сәтсіз болғаны белгілі. Бірақ бұл жайт Люк Бессонды мүлдем толғандырмайтын сынды. Ол тың туындысының бас рөліне Барбадос салық сылқымды бекітті. Танымал режиссердің таңдауы не себепті Ририге түсе қалды екен? Өткен ғасырдың ортасында басталып 2010 жылы бірақ аяқталған Валерин және Лорелин телетоптамасы Люк Бессонның ең сүйікті туындысы болған екен. Енді режиссер француздық комиксті картинаға айналдырмақ. Ол бұған дейін Кара Делеви мен Дэйн де Ханға жаңа жобасындағы ғашықтардың рөлін беріп үлгерген болатын. Кинодағы алғашқы қадамы сәтсіз болғанына пысқырып та қарамаған Бессон мырза басты кейіпкерді сомдауды Рианаға сеніп тапсырды. Бәлкім Риридің емес, өзінің шеберлігіне шек келтірмеген болар. Жақындарына деген сүйіспеншілігін үнемі татуировка арқылы жеткізетін Дэвид Бекхэмнің мейірімі бұл жолы қызына түсіпті. 4 жасты толтырған Харперге арналған таңбаны ерекшелендірудің жолын іздеп ұзақ толғанған экс-футболшы ақыры ұтымды шешімді тапқан. Денесіне басқан суреттің эскизін кенжесіне салдырыпты. Бекхэм мырзаның алақанындағы кішкентай қуыршақ енді маңызды таңбаның біріне айналды. Сәбиінің қалау алдында дәрменсіз жұлдыздардың тағы бірі Виктория Боня. Өзі 35 жасына дейін өлердей қорқып келген жылқыны қызы жанындай жақсы көреді екен. Анджелина Летисия қазанатты ертеп міну туралы арманын айтып, 1 жыл бойы құлағының құрыш етін жеген соң, Вика оны амалсыз ипподромға ертіп барған. Әзірге кішкентай ханшайымына понимен серуендеуге рұқсат берген тележұлдыз қызым есейген соң бәйгеге қатысамын десе де кедергі келтірмеймін деп отыр. Адема Сейфулла, Ревю жаңалықтары. Қайрат Нұртас репертуарына ортақтасқандарды бірден жағадан алады. Бұл жол отандық хитмен, ән ұрлаған Кавказ жігітін қолға түсіріпті. Ал Қайраттың ән қоржынына рұқсатсыз қол салған Дидо Каримов біздің тілшілерге хабарласып, ақталуға тырысты. Мен бұл ақпарат жайлы ғаламтордан көрген бетте бұл қалай деп таң қалдым. Қайрат Нұртастың әндерін жалпы өзім өте жақсы көремін. Дәл осы әуен ұнаған соң жақындарымның тойында шырқайын деп шештім. Десек те Қайраттың продюсері Гүлзира ханым судың да сұрауы бар деп отыр. Қатты орындағысы келіп Қайраттың әніне қызықса, онда телефон соғып хабарласып, жаңағы бір ауыз алдымыздан өтініш айтып, жаңағы рұқсатын алса, ол нұр үстіне нұр. Ал енді бұлай әшейін айтқан, ол енді өзің ойлайсың да, бір әшейін бір жерден теріп алған нәрсе сияқты, дүние сияқты олай қарамау керек деп
жаңа ақыл кеңесін берем жастарға. Гүлзира бұл әнге қызығушылық білдіргендердің санында шек жоқ дейді. Тіпті қытайлық жігіттер де әуелетіп жүрсе керек. Жүрегіне жақын әнді шырқаған Дидо соңы осындай оқиғаға ұласарын сезбедім деп Қайрат Нұртастың алдында қателігін мойындады. Мен Қайрат Нұртастан кешірім сұрағым келеді. Мұндай келеңсіз жағдай орын алады деп ойламағанмын. Оған сәттілік тілеймін. Әуесқой әншінің кіші пейілділігіне Қайраттың анасы да мейірімділік танытты. Сәттілік тілеймін. Қайта сол баламның ән ұнатып, қаншама әндердің ішінен сол өзінің жүрегіне жақын қабылдап айтқанына мен енді одан ақша сұрайтын басқа емеспін ғой, жаңағы анасымын ғой. Маған қайта баламды жақсы көрген адамдарды мен жақсы көремін. Серік Қазаязбаев, Рыспай Ақыш, Ғани Қалуов, Ревью жаңалықтары. НТК көрерменнің талғамына дөп түсер телевизиялық жобалардың тізіміне отандық өнімдерді қосып қоюға кеңес береді. Біздің арна бұрын соңды болмаған скетчкоммен қазақстандық күлше қыздың тағдыры суреттелетін телехикаясын отыр. Алатаудың етегіндегі этноауылда қазақпыз ғой скетчкомын жасаушы ұжым камера штативіне тәрелке шағып, алғашқы түсірілім жұмыстарына кірісті. Киногерлер арасында дәстүрге айналған бұл ырым жобаның сәтті шығуына сеп болады. Жоба өте күшті болады деп ойлаймыз. Өте көптеген адам жұмыс істеді. Авторларда көп автор болды. Ақмақ Сұлтанның ел басқаруы мен оның бәйбіше тоқалдары арасындағы күндестік скетчкомның бір бөлігі ғана. Бұған қоса сауатсыз тергеуші, романтик даяшы сынды образдардың өмірі арқылы бүгінгі қоғамның кемшін тұсын әзілмен жеткізбек. Патақсинг деген бізде тағы кейіпкер болады. Күлкінішті, ұрысқақ, үнді киноларын көрген кезде қызықты көп нәрселер болады ғой. Соның бәрін көрсетеміз қайттан. НТК көрермендеріне тағы бір тосын сыйды әзірлеп қойды. Арман қуып қалаға келген бойжеткеннің бай бақуаттылардан теперіш көруі, мақсатына жетер жолдағы түрлі қиындық. 40 бөлімді Айжан телехикаясының сценарийіне негіз болған. Айжанның рөлін сомдаймын. Айжан өзі ұстамды, өмірден алынған оқиға. Мына жігітпен болады, мынаны тастап, екіншісімен жүреді деген сияқты. Аталмыш туындының кейіпкерлерін сомдау бүгінгі жас буын актерлардың ең үздіктеріне сеніп тапсырылған. Соңғы кездері тек жағымсыз кейіпкерлерді ойнап жүрген ордалық Дастан Оразбековке бұл рөл оңайға соқпапты. Бір білгенім Арман ешқашан алдамайтын азамат. Екеуміз екі бөлек кісілер секілдіміз. Ал енді адалдығы оны мен сондай қатты адалмын деп айта алмаймын. Өйткені өмір өзі қиын нәрсе, сондықтан да бұл жерде алып жұлып жемесең, онда сені алып жұлып жеп қою мүмкін. Сюжет желісі күтпеген жайттарға толы қазақстандық күлше қыздың тағдыры жайлы телехикаяны осы дүйсенбіден бастап жұмыс күндері сағат 18:00-де көре аласыздар. Адема Сейфулла, Ерлан Абдуалиев, Ревью жаңалықтары. Ревью ұжымымен Нұрлан Батыров ұйымдастырған жас вайнерлер бәйгесін осы аптада да жалғастырамыз. «Хочу вайн с Батыровым» на НТК хэштегімен белгіленген видеолардың ең қызығын бірге тамашалайық. Алғашқы вайн кейіпкері айлықтан айлыққа дейін қалай күн көретінін көрсеткен. Дұрыс, от души, брат. Давай. Құтылдым ғой. Ақшаң болса қалтаңда демекші, келесі роликтің авторы да қолда барын оңды солды жұмсап, ақырында күнін көре алмай, Қытай лапшасын кеміріп қалды. Кезекті вайн көк тиынсыз өмір сүру қағидаларын жетік меңгерген студент қауымы туралы. Олардың тамақ иісін сезу қабілеттері Гиннес рекордтар кітабына әбден лайық. Опана, хавчик! Тамақ арсыз демекші, жаңа ғана сызылып отырған сылқымдар да алдарында ас тұрғанда өз-өздерін ұстай алмай дастарханды сыпыра жайпап кететін көрінеді. Мына видеода сауаптан көрі әлеуметтік желі арқылы лайк жинауды мақсат санайтын бүгінгі арулардың оғашқылықтары әжуаланады. Надо выложить фотку. Никто не ставит лайки. Может, ко мне пропал интерес? Может, я некрасивая? Күзде бастап алған жас вайнерлер бәйгесіне қатысушылар аталмыш мезгіл жайлы видео түсіруді де ұмыт қалдырмаған.
Сонымен бүгінге ұсынар қызықтар осы. Хочу Вайн Ізбатырова мына НТК хэштегіне ерекше видеоларды жолдап, өзін көк жәшіктен көргісі келетін келесі аптадағы кейіпкерлерімізге сәттілік серік болсын дейміз. Серік Қазаязбаев, ревью жаңалықтары. Осымен ревью бағдарламасын аяқтайтын уақытта келіп жетті. Есім менің Нұрсұлтан Есжан. Көріскен аман, сау болыңыздар. Жүргізушілерге киім сынған Остин сауда белгісі. Қандағы кішкентай қуыршақ енді маңызды таңбаның біріне айналды. Сәбиінің қалау алдында дәрменсіз жұлдыздардың тағы бірі Виктория Боня. Өзі 35 жасына дейін өлердей қорқып келген жылқыны қызы жанындай жақсы көреді екен. Анджелина Летисия қазанатты ертеп міну туралы арманын айтып, 1 жыл бойы құлағының құрыш етін жеген соң, Вика оны амалсыз ипподромға ертіп барған. Әзірге кішкентай ханшайымына понимен серуендеуге рұқсат берген тележұлдыз, қызым есейген соң бәйгеге қатысамын десе де кедергі келтірмеймін деп отыр. Адема Сейфулла, ревью жаңалықтары. Қайрат Нұртас репертуарына ортақтасқандарды бірден жағадан алады. Бұл жол отандық хитмен, ән ұрлаған Кавказ жігітін қолға түсіріпті. Ал Қайраттың ән қоржынына рұқсатсыз қол салған Дидо Каримов біздің тілшілерге хабарласып, ақталуға тырысты. Мен бұл ақпарат жайлы ғаламтордан көрген бетте бұл қалай деп таң қалдым. Қайрат Нұртастың әндерін жалпы өзім өте жақсы көремін. Дәл осы әуен ұнаған соң жақындарымның тойында шырқайын деп шештім. Десек те Қайраттың продюсері Гүлзира ханым судың да сұрауы бар деп отыр. Қатты орындағысы келіп Қайраттың әніне қызықса, онда телефон соғып хабарласып, жаңағы бір ауыз алдымыздан өтініш айтып, жаңағы рұқсатын алса, ол нұр үстіне нұр. Ал енді бұлай әшейін айтқан, ол енді өзің ойлайсың да, бір әшейін бір жерден теріп алған нәрсе сияқты, дүние сияқты олай қарамау керек деп жаңа ақыл кеңесін берем жастарға. Гүлзира бұл әнге қызығушылық білдіргендердің санында шек жоқ дейді. Тіпті қытайлық жігіттерде әуелетіп жүрсе керек. Жүрегіне жақын әнді шырқаған Дидо соңы осындай оқиғаға ұласарын сезбедім деп Қайрат Нұртастың алдында қателігін мойындады. Мен Қайрат Нұртастан кешірім сұрағым келеді. Мұндай келеңсіз жағдай орын алады деп ойламағанмын. Оған сәттілік тілеймін. Әуесқой әншінің кішіпейілділігіне Қайраттың анасы да мейірімділік танытты. Сәттілік тілеймін. Қайта сол баламның ән ұнатып, қаншама әндердің ішінен сол өзінің жүрегіне жақын қабылдап айтқанына мен енді одан ақша сұрайтын басқа емеспін ғой, жаңағы анасымын ғой. Маған қайта баламды жақсы көрген адамдарды мен жақсы көремін. Серік Қазаязбаев, Рыспай Ақыш, Ғани Қалуов, ревью жаңалықтары. НТК көрерменнің талғамына дөп түсер телевизиялық жобалардың тізіміне отандық өнімдерді қосып қоюға кеңес береді. Біздің арна бұрын соңды болмаған скетчком мен қазақстандық күлше қыздың тағдыры суреттелетін телехикаясын отыр. Алатаудың етегіндегі этноауылда қазақпыз ғой скетчкомын жасаушы ұжым камера штативіне тәрелке шағып, алғашқы түсірілім жұмыстарына кірісті. Киногерлер арасында дәстүрге айналған бұл ырым жобаның сәтті шығуына сеп болады. Жоба өте күшті болады деп ойлаймыз. Өте көптеген адам жұмыс істеді. Артында қалған жалғыз тұяғы Мақсат Шүкенов Америкада білім алады. Батырхан азаматтық некедегі әйелінен туған ұлын жан дүниесімен сүйген дейді білетіндер. Малаховтың кешіне мұхит асып келген әншінің екі жұбайы бағдарламадан кейін Батырдың өнерін пір тұтар көптің сынына қалды. Мне просто нужна поддержка. Маған тек көмек керек, достарымның моральдық қолдауы. Егер бұл мәселелерді қазақтың бай мырзалары естейтін болса, көмек қолын созатын шығар деген менде ой болған. Меценаттар Мақсұтқа қол ұшын берсе болды, мен өзімді асырай аламын. Казахской элиты. Батырханның тұлға болып өсуіне тікелей атсалысқан Бибігүл Төлегенова Екатеринаның сөзіне ашулы. Ел анасының айтуынша әншінің әйелі ұлы арқылы оның тек қаражатын жаратып келген. Батырхан дүниеден озып, қоржын аузы болғанда Екатерина ханым осы қадамдарға шарасыз барып отыр дейді. Оған ақша керек. Дүниенің барлығы сол әйелдің қолында. Ол просто біліп алған, Батырды бәріміз сыйлайды, бәрі жақсы көреді. Сөйтіп жыласам, қазақтар маған ақша жібереді. Соншама Америкада бір жалғыз баланы асырай алмаса, ол не істеп отыр? Бұрын әншіден үздіксіз қаржы алып тұрған Екатерина Малахов алаңында біраз тақырыптың бетін ашты. Ресейлік танымал журналист өз бағдарламасын Шүкеновтың тағдырына байлап, рейтинг жасақсы келді деп ренжушілер де бар.
Она мне сегодня звонила. Ол барлығын көрді, маған таңертең жылап хабарласып, бағдарламаны қалай бұрмалаған деп өкініш айтты. Мүмкін ол аздап артық сөйлеген де шығар, өйткені батырдың қазасынан кейін баламен жалғыз қалған Екатерина қатты күйзелісте болатын. Да, пробатора. Баласы мен анасы ақшта Екатеринаның құрбысының үйін паналауда. Шүкенов қорының директоры Олжас мырза келешекте әншінің мұрасынан қомақты табыс түсіп жатса, оны ұлына арнамақ. Әрі лайықты пәтер алып беру жоспарларында бар. Жақында батырдың альбомы шығып, желтоқсанда естелік концерті өтпек. То ничего не просит. Ешкім ештеме сұрамайды, оларда барлығы жақсы. Қазіргі таңда тұрып жатқан баспанасының да жағдайы жаман емес. Мақсұттың оқуының да барлық сұрағы шешімін тауып, қаржының бір бөлігін Константин Меладзе төледі. Ер туған жеріне, асыл батырдың сынығы Мақсұт Шүкенов, туған жеріне табан тіресе қуанамыз. Арымнан жаным садаға деп, бар жақынына көмегін аямаған әншіге мыңдар алғыс айтады. Серік Ноянбайлы, Ерлан Абдуалиев, ревю жаңалықтары. Кино әлеміне жасаған Риананың алғашқы қадамы сәтсіз болғаны белгілі. Бірақ бұл жайт Люк Бессонды мүлдем толғандырмайтын сынды. Ол тың туындысының бас рөліне Барбадос салық сылқымды бекітті. Танымал режиссердің таңдауы не себепті Ририге түсе қалды екен? Өткен ғасырдың ортасында басталып 2010 жылы бірақ аяқталған Валерин және Лорелин телетоптамасы Люк Бессонның ең сүйікті туындысы болған екен. Енді режиссер француздық комиксті картинаға айналдырмақ. Ол бұған дейін Кара Делеви мен Дэйн Деханға жаңа жобасындағы ғашықтардың рөлін беріп үлгерген болатын. Кинодағы алғашқы қадамы сәтсіз болғанына пысқырып та қарамаған Бессон мырза басты кейіпкерді сомдауды Рианаға сеніп тапсырды. Бәлкім Риридің емес, өзінің шеберлігіне шек келтірмеген болар. Жақындарына деген сүйіспеншілігін үнемі татуировка арқылы жеткізетін Дэвид Бекхэмнің мейірімі бұл жолы қызына түсіпті. 4 жаста толтырған Харперге арналған таңбаны ерекшелендірудің жолын іздеп ұзақ толғанған экс-футболшы ақыры ұтымды шешімді тапқан. Денесіне басқан суреттің эскизін кенжесіне салдырыпты. Бекхэм мырзаның ала. Баршаңызға сәлем. Ревю бағдарламасын бастаймыз. Өзі жоқтың көзі жоқ. Батырхан Шүкеновтың тағдырынан пайда табуға ұмтылған кімдер? Режиссер Ақан Сатаев ұстаздыққа бет бұрды. Люк Бессон Риананың жобасына шақырып басын қатерге тікті. Қала көліктеріне бұйырған бостандық автотұрақшыларды жұмыссыз қалдырды. Тәрелтке шағылып түсірілім басталды. НТК тосын сыйлар әзірлеп жатыр. Темір тұлпарыңыздың тегін тұрағына құн сұрап, заңсыз тыйым санап жүргендер бірінші қаражадан жұмыссыз қалмақ. Алматы әкімшілігінің бұл шешімі қаладағы көлік қою орындарына қатысты ахуалдың ушығуына байланысты жарияланған. Ал заңды автотұрақшылар жаппай қысқартуға түсіп, басшыларын сотқа беріп әлек. Ревю шаһардағы көлік тұрағына қатысты драманың куәгері болып қайтты. Қаладағы көлік жүргізушілеріне бұл кейіпкерлер етене таныс. Жол жиегіне тоқтай қалсаңыз, жасыл кеудеше киген жандар қалтаңыздан 100 теңгені қағып алады. Қоғам үшін қатардағы маман есіне баланған заңсыз автотұрақшылар енді жұмыс іздеуге мәжбүр. Себебі 1 қарашадан бастап Алматыдағы заңсыз автотұрақтар тіршілігін тоқтатады. Ряд вопросов поднимался по... Қала автотұрақтарынан пайда тауып отырған компаниялардың заң алдындағы жауапсыздығы артқан болатын. Осы орайда Алматы қаласының аймағында ақылы бірыңғай автотұрақтарға арналған жаңа жоба құру ісі қолға алынды. Сондықтан қала әкімшілігі жеке компаниялармен келісімшарттарын толық үзді. Қалалық әкімшіліктің бұл шешімі сауда орталықтары, әуежай, вокзал және жеке меншіктегі жерлерге қатысты емес. Қабылданатын жаңа жүйе салықтан жалтарып келген салақ компанияларға тұсау болмақ. Мұндай табыс көзіне иелік еткен жергілікті серіктестіктің бірі 40 шақты жанды нәпақасынан қағып отыр. Біз енді жұмыс іздеуге мәжбүрміз. Біреудің отбасы, біреудің жақыны бар дегендей. Жұмыстан шығасыңдар деген шешімді бізге еш ескертусіз аяқ асты айтты. Бізде автотұрақшыға тиесілі киім жабдығының барлығы болды. Жұмысқа әркез ықыласпен қарайтынбыз. Басшылық сендердің жұмыстан кетулеріңе айыпты қала әкімдігі деп отыр. Кінәгімнен сонда. Жүктелген келісімшарт міндеттерін орындауға қауқарсыздық танытқан компания иесі автотұрақшыларын әкімшілікке осылай айдап салған. Арандату арқылы ұтқысы келген бұл басекеміз жұмысшыларының еңбек ақысын толық бермей, зейнетақы қорына аударылатын ақшаларын да жымқырған. Люди жаловались, что... Тұрғындардан компания қызметінің заңдылығын тексеру туралы көптеген шағымдар түсті. Бұл компания тендер бойынша 3200 орынды 190 автотұрақты игеру ісін ұтып алған еді. Алайда мерзімді 160 күннің ішінде тек 77 тұрақты ашып, 26 нүктеде толыққанды жұмыс істеген. Көлік иелеріне фискалды чек бермеген, әрі табысының 20%-ын төлеуден қашқан. Азаматтар енді жол бойындағы жеке меншік емес көлік орындарына 2016 жылдың мамыр айына дейін ақы төлемейді. Бұл жеңілдік автотұрақ жүйесі іске қосылғанша өз күшінде. Егер жүргізуші қауым көлік орны үшін тыйым талап етушіге жолықса, 109 бірыңғай анықтама номеріне қоңырау шалып, өз шағымын қалдыра алады. Серік Ноянбайлы, Дәурен Мерғалиев, Ерлан Абдуалиев, ревю жаңалықтары.
Алатаудың маржаны Алматыны жақын уақытта техникалық революция күтіп тұр. Бүгін қаланың инфраструктурасына қан жүгіртетін жаңа жобалар таныстырылды. Авторлардың сөзінше, мегаполис тұрғындары ендігі уақытта іздеген жазбай тауып алады екен. Бұл қызықты бастама туралы тілшіміз баяндасын. Алматы әкім 3 бөлек тұлғаны Алматы сахнасы табыстырған еді. Оңтүстік шаһар тұрғындары ағылшын композиторының атақты Реквием туындысының тұсаукесеріне куәгер болды. Классикалық кештен алған әсермен ревью тілшісі бөліссін. Шығыс пен батыстың байланысы, өлім мен өмірдің, жайшылықта алшақ жатар тылсым күштердің тоғысуы. Құмарыңды тарқатар бұл шығарма Карл Джекинсонның қолынан 2005 жылы шыққан Реквием жанның тербелісі. Бұл туындыны алматылық әуен сүйгіш қауымға скрипкашы әрі дирижер Марат Бисенғалиев таныстырды. Ал сопраналық партиясын орындау құрметіне ие болған Нұржамал Үсенбаева. Негізі мен мұндай музыканы бірінші рет орындап отырмын. Өзім үшін жаңалық ашқандай болдым. Бұл жерде басқаша дыбыс керек, яғни менің кәдімгі операда орындап жүрген әндерімнен басқаша мақам, басқаша бағыт. Халық артисі Нұржамал ханым Марат мырзаның Реквиемнің студиялық нұсқасын жазуға тікелей қатысқанын қуана хабарлады. Классикалық музыканың шыңдағы салмақты шығарманы орындаудағы әріптесінің шеберлігіне өз алдына тәнті болған. Оның маған жан дүниеңді тербете сезімталдық пен дирижерлық етуі қатты ұнайды. Сонымен қатар ол өте талапшыл. Ол шынайылық арқылы талап қоя біледі. Қанша жыл әріптес болса да, екі талант иесі осы концерт барысында алғаш рет бас қосып жұмыс атқарған. Өнерімен мыңдаған тыңдарманның қошеметіне, ілтипатына бой үйреткен Марат мырза бүгін сахнаға шығарда балаша қобалжыпты. Бұл мен үшін Карлдың ең үздік туындысы. Мен мұнысын оның өзге шығармаларынан жоғары қояр едім. Меніңше Реквием ол жапондық және христиандық бағыттың үйлесімділігінің керемет формуласы. Ағылшындық сэр Джекинсонның жанға түрлі ой салар Реквиемін тыңдаған қауымның ләззат алғаны көрініп тұр. Атақты дирижер алдағы уақытта қазақстандық өнер сүйер жұрттың жанына жайлы әрі тың музыканың шуағын төге түскісі келеді. Мен тағы бір классикалық концерт берсем деймін. Ол жерге скрипканың үнін қосу керек шығар. Сонымен қатар үздік америкалық композитор Лерой Андерсонды орындағым келеді. Оның туындылары жеңіл, өте әуенді және бұл біздің тыңдарманға ұнары сөзсіз. Асқақта нәзік, шытырманда шынайы әуен келуші қонақтың алғысынан кенде қалмады. Кешке ұйытқы болған өнер иелері үшін бұл толыққанды опера қоюдан кем түспеген. 62 тамыры иеген жұрт болса, алақан қызуын сахнаға аямай төкті. Серік Ноянбайлы, Сабина Торғаева, Руслан Хасанов, ревью жаңалықтары. Бұл ревью біз ары қарай жалғастырамыз. Қазақтың біртуар азаматы Батырхан Шүкенов дүниеден озғалы. Қабырғасы қайысқан жұрттың есін жиғаны енді ғана. Арыстай тұлғаның Америкада тұратын экс-жұбайы Екатерина мен ұлы Мақсұт Андрей Малаховтың «Пусть говорят» бағдарламасына қонаққа барған болатын. Шоқтай бықсыған дау осыдан кейін лаулай жөнелді. Жұлдызды көкте ерте сөнген талант иесіндігі таныстырған жобалардың ішіндегі ең тартымдысы стационарлық бағандар. Ол арқылы туристер мен қала жұрты көшелерді жаңылмай тауып, ауа райын біліп, жол кептелісінің хәлін анықтай алады. Өз бағдарын реттеуге мүмкіндік беретін инновациялық бағандар адастырмас темір қазық іспетті. Біз әзірге жобаның толыққанды іске қосылар күнін айта алмаймыз. Әзірге тест нұсқасы Фурманов пен Әл-Фараби көшесінің қиылысында тұр. Қоғам мұны жақсы қабылдап жатыр. Жастар үшін пайдалы әрі танымды бастаманың бірі студенттерге арналған ортақ телевидение желісі. Жоғарғы оқу орындарының тәлімгерлері өздеріне дәмді әрі пайдалы ақпаратты ортақ кеңістікте жариялай алады. Дәріс алатын мамандығына қарамай әркім телевизия саласына етене еніп, журналист, редактор, режиссер ретінде бағын сынап көруге қол жеткізбек. Чтобы канал не был провальным. Арналардың қызметі дұрыс болу үшін арнайы жалақыға жұмыс жасайтын тәжірибелі студенттер болады. Оларды бірінші мен үшінші курс студенттер арасында байқау негізінде іріктейміз. Жеңімпаздар міндеті өзгелерді осы салаға баулу.
Тағы бір өзгеше технология ISM құрылғысы. Ол жол полициясының айнымас көмекшісі болуға әзір. Бағдарлама шаһар көшесіндегі автолар легін бақылап, тәртіп бұзушыны анықтап, жол қозғалысын қадағалау арқылы жүргізушіге кептеліс жөнінде нақты ақпарат береді. Ситуация с пробками это? Алматыдағы кептеліс ол күрделі мәселе. Оны шешу бізге негізгі міндет болды. Мәселені ең болмаса 30%-ға жеңілдетуге қол жеткізу басты мақсатымыз. Барша инновациялық бастама әкімнің жеке сүзгісінен өтіп қолдауын тапқан. Өркениет көшінде кенже қалмаудың қамына кіріскен ел азаматтары үшін бұл жобалар құны ат басындай алтынға пара-пар. Серік Нойынбайұлы, Артем Абленко, Рысбай Ақыш, Ревю жаңалықтары. Режиссер Ақан Сатаев жылдар бойы жинаған тәжірибесін ортаға салып, жастарға шеберлік сабағын өткізді. Киноиндустрияны бағындырам деп құлшынғандар арасында біздің тілшілерде болып қайтты. Көрген білгені мен түйгенін жас ұрпақпен бөлісу үшін режиссер Ақан Сатаев бұл басқосуда ешбір сауалды жауапсыз қалдырмады. Осы уақытқа дейін Жау жүрек мың бала, Рекетир кино картинасының 2 бөлімін, одан қалса Ликвидатор сынды бірнеше фильмдерді таспалаған ол ең алғаш кино әлеміне келген қадамынан бастады. Кез келген саланың мықты маманы болу үшін қызығушылық пен ниет керек. Мен кино әлеміне келмес бұрын алғашқыда жарнамаларға роликтер, клиптер түсірдім. Одан кейін бұл мамандықтың менікі екенін ұқтым. Сондай-ақ ол сұхбат барысында отандық кинематографияның кемшін тұстарына да көз жүгіртті. Бізде бюджеті көлемді фильмдер жоқтың қасы. Мәселен, 100-150 мың долларға таспалап және дәл сондай табыс табамын деп жоспарласаң, ойдағыдай болмайды. Сондай-ақ Сатаевпен бірге бұл кеште Асқар Бейсенбин де бой көрсетті. Свадьба на троих кино картинасы арқылы көпшілікке танылған ол бастапқыда КВН сахнасында өнер көрсеткен. Режиссердің кино туындыларының комедиялық жанрда таспалануы сондықтан шығар. КВН әлеміне келген жандардың өзінше әзілдері болады. Ондай қалжыңдардың аса қатты мағынасы болмаса да күлесің. Өйткені ол әзіл сол сәтте саған көтеріңкі көңіл сыйлайды. Киноның қыр-сырын меңгерген қос талант жоспарларымен де бөлісті. Қазіргі таңда екі режиссер де кезекті туындыларын таспалауға кіріскен екен. Серік Қазаязбаев, Ерлан Абдувалиев, Ревю жаңалықтары. Сэр Карл Джекинстің шығармалары. Оркестр тізгінінде Марат Бейсенғалиев, бұлбұлды солист Нұржамал Үсенбаева,